Жолдастар, алдыда, артыда на подушка. Мынау бір трактор болып кетті ғой, ё-моё. 40 сантиметрге көтеріледі екен. Өйстіп жолдастар, новый мандада қуып алып келдік. Новый ман келді. Алекспен бірге Иван деген ағамыз, Қостанайдың жігіті, Қостанай деген наклейка жабыстырып алам дейді. Заказ беріп жатыр. Осындай істеп берші маған деп. Скоро сол Қостанай деген наклейкасымен жүреді. Қостанайдан көріп отырған жігіттер болса, мұнда бір сәлем. Қазір заттарын тиеп, осы МАМ-мен Иван братанымыз жүреді. Дядь Ваня, ты из Кустаная? Так? Всем кустанайцам привет тебе большой. От всех. Надпись сделать Кустанай на машине. Ну шеф что-то не хочет. Я хотел большую на всю, чтобы весь Гафан видел, что я Кустанай. Я думаю, что мы за это проголосуем обществом. Осындай біздің патриот жігіттер бар. Қазақстаннан келген. Қостанайдың жігіті. Құрметті жолдастар, ассалаумағалейкум. Жаңа ролигімізді бастаймыз. Жаңа ролигімізді аппараттан бастаймыз. Бак жабық. Замок жабулы. Общий осмотр сыртынан дөңгелек тесілмеген ма, бәрі нормальны ма? Шам жанып тұр ма? Габарит жанып тұр. Бәрі жанып тұр. Замок жабық. Өте қатты тартқан емесін, өйткені қазір барып ашамыз. Так, артта жабық. Контейнеріміз пустой. Боковой указательдер жабық. Жабық дейтін ғой, жанып тұр. Шамның бәрі Так, сменді аштық. Қазір 10 минут тұрып, әрі қарай кетеміз. Бүгін жұмысымызды бастаймыз, жолдастар. 2 минут бұрын сменді ашып. Ой, азам мен бақырып нең бар, ой, ё-моё. 2 минут бұрын, короче, жұмысты бастап, тахографты ашып, сменді ашып.
Уже 2 минут болып тұрғанымызға міне. 8 минут тұрып алып, жаймен әрі қарай жылжимыз. Азанмен тұрып шамалы уборка жасап алдым. Шай қойып ішіп алып, шамалы таңғы асты. Шамалы бір бет-әлпетін келтіріп, ароман жасап дегендей. Қазір терминалға барып, мына контейнерді тастап, 20 футовый қысқа бір контейнер аламыз. Андай хапак деп тұр ғой. Сондай қысқа бір контейнер алып, алыс жолға шығамыз енді. Құдай қаласа жетсек жетерміз, походу жете алмаймыз, бір жерде тоқтап демалармыз енді. Оны көре жатармыз. Так, пока солай, міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар, өйткені қызықтың бәрі алдымызда, жолдастар, бір-бірімізді қолдамасақ кім қолдайды бізді деген сияқты әңгіме. Так, навигатор қала бойынша мен қоспаймын, өйткені мида шішіп береді. Оңға бұрыл, солға бұрыл, анау да мынау деп ішіңесіз кейін. Так что мида ашытпай, мынаның бәрі, мына точкілердің бәрін мен өзім қойып шыққанмын. Сондықтан да мен уже бұлардың бәрін білемін да, практически қай жерде не бар екенін. Сондықтан да навигаторды қоспай, спокойно қазір өзіміз жолымызбен өзіміз кете береміз. Так, мочевина алуды ұмытып кетіппін, ё-моё. Так. Скидываем счетчикті. Кетті. Мочевинасы болмайды. Алыс жолға бара жатқасын. Толтырып алу керек. Бір 60 литрдей келеді шығар. 50-60 литрдей. Мочевинамызды құйып алып, әрі қарай кетеміз. Edition 1. 40 футовый контейнер, жолдастар. Мынау. Жартысы 20 футовый контейнер бар. Қазір мынаны барып, тастап, кішкене контейнер аламыз. 20 футовый 7,5 тонна салмағы бар. Всего лишь. Так, 20 литр. Заправка алғанымызды, қанша мочевина алғанымызды бәрін жазып қою керек. Мочевина деген не екенін мен алдында айтқанмын. Мочевина деген ол сұйық, специальный, арнайы сұйық жидкость. Мынау мотор жұмыс істеп тұрған кезде түтін бар емес па? Мотордан шыққан түтінге себіледі. Себілгесін ол түтінін экологически таза болып шығады. Өйткені машинамыз Евро 6 ғой. Онсыз болмайды. Мочевина болмаса, машина аварийный режимға кіретте жүрмейді. 40 километр, 40 шақырым ояқ бияғында тұрып қалады. Литр кетті ғой что-то. Так, болды. Қолбақты алу керек. Қойғанымызбен енді кеттік әрі қарай. Қазір қалада не көп, ремонт көп. Ана жерде ремонт, мына жерде ремонт. Баста келген кезде ми ашып кететін еді. Ё-майо, мына ремонттан қалай
шығамын, қалай барасың, қай жерге қалай бару керек екен. Қазір уже бір ай болды уже осы Германияда жүргеніме, уже бір айдың ішінде қаланы уже біліп алыппын. Навигаторсыз келе жатырмыз. Кейбір жерлер енді кейде белгісіз, бірақ Александрдан сұрап, карта бойынша қарап, оның бәрін барып тауып жүр. Жалпы айтқанда ондай қиын емес енді. Бір асып-тасып бара жатқан қиындығы жоқ. Шамалы миыңды қоссаң енді нормально. Жүкті тапсыратын жерімізде де бәрі шамалы лайтовый дейді ғой. Жеңіл өте. Келген кезде кейбіреулер ағылшынша біледі, особенно жас жігіттер. Ал мына уже жасы келген кісілер көбісі емес, практически барлығы ағылшын тілін білмейді. Білсе де кейбіреулері сөйлемейді. Өзінің неміс тілінде сөйлегенді жақсы көреді. Шамалы немісше сөйлесесің, бір екі қап немісшемді шашып, білмегенің уже ағылшын тілін қосасын, білмегенің уже арасында қазақша кетеді. Бірақ мимика тілі дейді ғой. Бүйтіп әйтеу саусақпен көрсетіп, ладан апладан деп жүре бересің. Блин, буксовать етіп тұр ғой, жеңіл болғасын және жылқы күші көп, 530 күшті көлігіміз ғой, сондықтан да жыртады десеген жыртады енді. Көк ала көк түтін қылып, көк шаң қылып жоқ болып кетесің. Мостыға да келдік. Светофордың бір жаман жері жасыл болып тұрады да, бірден қызыл болып кетеді ғой. Мынаның бәрі енді порт болып саналады. Азанмен уже жұмыс қайнап жатыр. Так, келдік. Қазір тіркеліп кіреміз әрі қарай. Так, мына жерге тіркеліп аппаратқа мына жігіттер ұқсап тұрып контейнерімізді тапсырамыз. Так, жолдастар, контейнерді алып таможняға кеттік. Документтеріміздің бәрін алдық. Ё-майо, не деген документ дейсің ғой? 20-30 шақты документ қой. Таможный документ бар, жүктің документісі бар. Анау басқа документтер бар, соның бәрін алып, қазір мынаны папкаға салып тастап, мына соңғы қағазды уже трассаға шығамыз. 240 километр бар, алдымызда шамалы пробка дейді. Құдай қаласа бүгін жетіп, кері қарай қайтамыз. Бір совхоз ғой, Бөнде деген бір ауыл ғой. Сол совхозға барып, сол жүгімізді тапсырып, кері қайтамыз. Осымен осы трассаға да шықтық. Есің бәрі да еліңді тап дейді. Спокойно елімізді тауып алайық. Баратын жерімізді бермей. Следующие 8,5 километра. Виталийді сояққа бара жатқан шығар. Өзінің жынды скамейкісімен мініп алды. Так, ауа райы шамалы суық болып кетті, жолдастар. 6 градус дейді. Кеше 5 градус болды. Оны алдың күні жаңбыр жауып, қар жауып, бұршақ жауып, жауатын нәрсенің бәрі жауып тастады ғой. Ішіңе сейін. Суық болып кетті. Газда қымбаттап кетті айтпақшы. Неше түрлі санкция енгізем деп, өздері сорлап жатыр. Ровный жерде. Сол тамақта қымбаттап кетті. Мына гречка алатын едім. Недегі? Банкідегі. Алдында 2 евро, қазір 3 евро болып кетті. Күзге дейін буханка наның 10 евро болады дейді. Қазір бір буханка нан 2,5 ояқ бұяғында енді кейбір жерде 3 евро, кейбір жерде 2 евро. Сол мен алып жүрген нанды айтам, басқаларын білмеймін енді. 2 евро, 3 евро. Жылдың аяғына қарай енді күзге таман 10 евро болады дейді. Өйткені азық жоқ. Мынау бидайды
сататын бірнеше мемлекет қой экспортер. Бірінші ол Россия, екінші орында Украина тұр. Мынау пшеница, анау мынау деген сияқты. Үшінші орында біз келе жатырмыз ау деймін. Өйткені Қазақстанда да көп қой бидай, күріш деген азық түлік. Сондықтан да, короче говоря, ашаршылық болмаса да енді дефицит болайын деп тұр. 10 евро буханка нанның деген ол масқара ғой. Қазір 2-де 1, 2-де 3 евро соляркың. Соның бәрі әкеп осы қымбаттыққа ұрады. 10 евро деген енді теңгемен санағанда 5,5 мың теңге ғой. Бір буханка нанның болайын деп тұр ғой. Сол. Көреміз енді. Мен өз басым түсінбеймін, өйтіп өздері сондай проблема жасап, өзінің аяғына өз атқан адам сияқты ғой. Битке өкпелеп, тоның отқа тастаған адам ұсап, білмеймін не болып атқанын. Көп транспортный компаниялар жабылып атыр, көбісі жабылып атыр. Телевизорды қосып қойсаң, ой, Ресейің деген анауда мынау зорлық, зомбылық жасайтын халық, Ресейдің азаматтарының байқау керек деп кейбір кафелер Ресей азаматтарын кіргізбей, мен оның барлығын дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені кезінде Совет одағы осы екі Германияны біріктірген 41 жылдан 45 жылға дейін соғыс болып, сол соғыстың аяғында мына Германия екіге бөлініп кеткен, ГДР мен ФРГ болып. Оның бәрін ұмытқан. Сол зорлық, зомбылық, анау, мынау, соның бәрін әкеліп қазір тығып атыр конкретно. Біздің бір хейтеріміз жазған, ой, сен қатының орыс болғасың, орыстарды мақтайсың дейді. Дело қатын орыс па, орыс емес па, дело не в этом. Адам болу керек біріншіден адам болу керек. Мен өзім байқап отырмын, біздің Қазақстанда да соңғы кезде осы русофобский әңгімелер көбейіп бара жатыр да. Оның барлығын осы Европада отырып, сол халықты қоттап, отқа май төгіп, қыздырып отқан адамдар бар. Қалтасы толған ақша, істейтін іші жоқ. Сол билікті алып, халықтың арасына бүлік салып, сол халықты басына көтеріп, неше түрлі істегісі келіп отқан адамдар бар. Менің ойымша, бүкіл біздің осы мемлекеттің айналасындағы елдер, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан, теңіздің ар жағында, Ресей, Қытай болсын, осы мемлекеттермен алдыңғы бірінші орында осы мемлекеттермен дос болу керек деп ойлаймын. Өз басым сол Назарбаевты, я Тоқаевты жақтап әңгіме айтып отқан жоқпын. Өйткені Назарбаевтың менің ойымша осы политикаға кіргім келмейді, бірақ менің ойымша осы 15 жылдығы жақсы болды. 15 жыл. Сол халықты ойлап, халықтың жағдайын жақсартып, мемлекетке істеген еңбегі өте көп, оның бәрі бірден ұмытылады да. 90 жылдың Қазақстанның еске алып көріңдер. Дым жоқ, жейтін дым жоқ. Айналаның бәрі криминал жатқан. Халықта дым жоқ. Ақша құнсыздан. Соның барлығы ұмытылады да бірден. Ой, Назарбаев коррупционер, анау да мынау дейді. Біздің мемлекетімізде де осы күнге дейін коррупция өте көп. Бірақ істелініп жатыр ғой. Тоқаев білмеймін енді. Мемлекетке келіп енді бірдеме істеп жатқан сияқты жақсартып. Оны енді көре жатармыз, уақыт келе жатыр. Бірақ неше түрлі бір алаяқтарға сенемін деп, сол көшеге шығып, сол қаншама адам қырылып қалды осы жаңа жылдың басында. Қаншама адам қырылып қалды. Қазақта мақал бар емес па? Алыстағы ағайыннан қасындағы көршің артық дейді. Соңғы жаңалықтарды қарап отырсаң көріп отырық, осы Еуропаның, Американың қол тыққан мемлекеттері не болып жатқаны. Күл-талқан болып, соғыстан соғыс болып, я тамақ жоқ, я астық жоқ, я дым жоқ. Халық деген сорлап, сол неше түрлі бір мемлекеттерге кетіп қаңғып жүр. Европаға келіп алып, мен де осы жақтағы жігіттермен араласып, әңгімелесіп, неше түрлі нәрселерді көріп жүрмін. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Неше түрлі осы бұрынғы жерлестеріміз осы жаққа кетіп, көлігі көк, тамағы тоқ, ақшасы бар қалтасында, бірақ не істейді? Бүлік салу, халықтың арасына бүлік салу ең алдыңғы мақсаты. Просто кейбір адамдар түсінбеймін де, қатының орыс болғасын, орыстарды жақтайсың ба дейді. Әйелім орыс, ода тұрған не бар екен білмеймін. Қытай болсын, негр болсын, қап-қарашық болсын, какая разница деп ойлаймын. Адам болса болды емес па? Үйге кемпір шал келсе, әйтеу иіліп сәлем беріп, қазақша сөйлеп, бешбармағын істеп береді өзімнің әйелім. Осы
осы жолға түсіп келе жатсам, ГАИ тұр да, жолдың бойында шылымын тартып. Кейбір жігіттер сұрайды да, осындай да осындай, не ГАИ тоқтатпай ма деп. ГАИ тоқтатпайды, әшейін сені ГАИ келіп тоқтатпайды. Явный бір нарушениең болмаса, саған ешкім келіп бірдеме деп айтып, сені жазалау деген ондай жоқ. Бұяқта Германияда ең алдыңғы мақсат осы полицейскілерді мен аңғарған профилактика, алдын алу, любой бір бұзақылықтың алдын алу. Осы маған өте ұнайды, өте қатты ұнайды. Осы күнге дейін бір полицейскімен кездесіп, бір шеше алмайтын түйінді шешейін деп, анау айқай шу шығарып, ондай нәрсе болған емес, Құдайға шүкір. Екінші жағы, бұяқтың полицейскілері ақша алмайды, пара алмайды. И айтайын дегенім, ақша беріп көр, сол жерде қолыңды қайырып, аппаратта қамап тастайды. Қарапайым адам коррупциямен кездеспейді бұяқта. Мүмкін там жоғарыда бірдемелер істейді шығар, өзінің движениелерін, бірақ чтобы полицейскілерің, я таможенниктерің, я транспортниктерің прям келіп мазғаны қартып, ақша мынау шайпай деген сияқты ондай жоқ. Бұзақылық жасадың ба, жауап бересің, штрафын төлейсің. Басқа вариант жоқ. Сондықтан да жолдастар осы жаққа келіп отқан жігіттер болып жатса, правонарушениең бар ма, ақша берме. Ақша берме. Наоборот, айтып түсіндір, осындай да осындай жағдай болып қалды деп. Өйткені полицейскілер тоқтатады, сұрайды, неге сен, менде, допустим, Тахоров бойынша 2 минут жұмыс істегенмін. Неге бұндай нарушение жасадың дейді. Мен айтамын, осындай да осындай, короче, тоқтай алмадым, тоқтайтын жер болмады. Распечатка алдым, распечатканың артына жаздым, өйстіп деп. Сөйтіп, дәлелдеп, мен сол бұзақылықты әдейі жасамағанымды кетсең, ешқандай проблем жоқ. Даже штраф салмайды. Қағазын қолында береді, жолың болсын дейді, кетеді. Осы ұнайды маған. Осы өте қатты ұнайды. Вообще, біздің мына Қазақстанның полицейскілер туралы айтатын болсақ, коррупция бізде бар, бірақ бәрін бірдей коррупционер деп айтуға болмайды. Өйткені біздің де мына ішкі істер министрлігінде, басқа қарулы күштерінде жұмыс істейтін азаматтар, біздің өзіміздің азаматтарымыз өте жақсы, өте бір тәжірибелі, өте бір профессионалды, өзінің еліне ойлайтын адамдар бар. Мен ондай гаишниктерді кездестіргенмін. Өте аз, бірақ бар. Біздің Қазақстанда осы транспортниктар, жол полициясы, вообще ішкі істер министрлігінде жақсы бір реформа керек деп ойлаймын. Тазарту керек. Өйткені өзіміздің халқымызды өзіміз қораға тығып, пара сұрап, ялмаса сол пара беруіне жағдай жасап, қинап, қысып, астарлап айтып, сондай движение жасайтын болсақ, біз қашан дамимыз? Дамимыз ғой, төбе дамимыз, бірақ ол даму үшін бір 20, 30, 40 жыл кетеді. Басқа жағын алып қарайтын болсақ, бәрімізге өзіміз кінәліміз. Осы жағдайға біз өзіміз кінәліміз. Әрқайсымыз пара бермесек, өзімізге қарап жүрсек, терезені ашып мусор тастамасақ, бір-бірімізді сыйлап өткізіп жіберіп жүрсек, біздің қоғамымызда осы енді 1-2 ай демей ақ қояйын, енді бірнеше жылдың ішінде мәдениетімізде, жолда жүру, басқа жақтарда водительский солидарность дейді ғой, бәрі артады. Бәрі өзімізде. Түсінбеймін да, кейбір жігіттер жазады комментарийда. Ана оңбаған, мына оңбаған, президентіміз оңбаған, халқымыз оңбаған, анада оңбаған дейді. Мен айтамын, біз өзімізді өзіміз сыйламасақ, бізді кім сыйлайды? Біреуіне жазғанмын. Сен осы президент жаман дейсің, анау жаман дейсің, мынау жаман дейсің. Сен өзің осы біздің мемлекетке не істедің жақсы? Өзің не істедің? Үндемейді. Мен өз басым осы Европада мәңгі жүрейін деп жүрген адам емеспін. Мүмкіншілік болса, бірінші мүмкіншілік пайда болған бойда, сол өзіміздің елімізге барып, бір ашатын фирма болса фирма ашып, сол жақсы бір адамдарға жұмыс беріп, осы жақта жинаған тәжірибені сол Қазақстанда қолданып, сөйтіп өзімнің бір лебімді қосқым келеді. Осы жақта бір әкім деген бір ағамызбен танысқанмын. Әкім деген аты ғой, әкім деген бір сол келіп танысып, бір сағаттай әңгіме айтқанбыз. соған әңгімесіне қарап отырсам, действительно
действительно осы патриот ағамыздың бірі. 1 сағаттың ішінде 20 минут қой туралы әңгіме айттық. Мұғажарский қой дейді, анау қой, Қостанайский порода дейді. Одан 30 минут жылқылар туралы сөйлестік. Одан 20 минут таз иттер туралы сөйлестік. Мен тыңдап отырып, қарап отырмын да. Біреулер айтады шығар, мына иесі дұрыс емес деп. А на самом деле ол ағамыз айтып отқан сөзіне, істеп отқан ісіне қарап отырсам, действительно біздің мына Қазақстанымыздың өркенуіне, өнеуіне өзінің үлгісін қосып отқан адам. Ақшасына жылқы сатып алады. Мына действительно породистый жылқылар бар ғой. Қой сатып алады. Мына таза иттер, таз иттер бар ғой. Соларды сатып алып Қазақстанға жіберіп, сол Қазақстанда соның популяциясын арттырып, бір ассимиляция жағынан ойлап, соның барлығын мен ойлап отырсам, блин, действительно осы біздің қазағымыздың осы ұлтының, мәдениетінің, салт дәстүрін арттыруға өзінің белесін қосып отқан адам. Осындай жігіттер көп болу керек деп ойлаймын. Қалтаңда ақшаң болса, көп әңгімені айта бермей, одан қайта істеу керек. То же самое мына осы шетелде жүріп Қазақстанымызды азаннан кешке дейін сол боққа араластырып, сол азаннан кешке дейін жамандап отыратын жігіттер де бар. Халықты бүліктіріп. Мен ойлаймын да, сен действительно сондай патриот болсаң, миллиондаған ақшалары бар ғой кейбір адамдардың. Действительно сондай патриот болсаң, билікті жамандағанша Қазақстанға келіп бір балабақша салмайсың ба? Бір емес, 2 балабақша сал, мектеп сал. Қаншама мектеп бар ауылдарда қолдау көрсететін. Соларға спорт инвентарь алып бер. Я болмаса алдымызда 1 қыркүйек келе жатыр. Қаншама жанұя бар Қазақстанда. Мына ақша жағынан, материалдық жағынан жағдайы нашар. Халық көмектесіп жатыр ғой, мемлекет көмектесіп жатыр, бірақ сонда да көмектің көп болғаны не болмайды, көп болмайды. Соларға бір киім алып беріп, үйінің жағдайын жасартып, қол ұшын беріп, сөйтуге болады ғой. Өз басым мүмкіншілік бойынша көмектескенді жақсы көрем. Мүмкіншілік бойынша адамнан қайтпаса Құдайдан қайтар деп. Білмеймін енді. Қаншама болып жатқан нәрселердің бәрін біліп отырмын ғой. Бәрін біліп отырмын. Не болып жатқанын, не істеп жатқанын, кім не істеп қойып жатқанын. Бірақ айналып келгенде бәрі өзімізге байланысты. Бәрі өзімізге байланысты. Құдай қаласа жақын арада біздің көрермендеріміздің саны 100 мыңға жетіп қалады. 100 мың деген ол бір қала ғой енді Қазақстанда. Осы каналымыз арқылы бір жөні дұрыс әңгіме айтқанды, осындай бір әңгіме айтуға мүмкіншілік барына өте қатты қуанамын, жолдастар. Екінші жағынан осы біздің каналды көріп отқан жігіттер осы Европада өзіне бір жақсы бір нәрсе алса, тәжірибе болсын, бір ақыл ой болсын, ол да өте жақсы. Бәрін айтты, бірін айтты, көпіріп әңгімен ези бергенше жолыңа қарасай дей ма? 7,5 шақырым қалды. Құдай қаласа 8 минутта жетеміз дейді. Жетіп алып жүгімізді тапсырып 45 минут тахауф бойынша дем алып, әрі қарай жолымызды жалғастырамыз, жолдастар. Так, жолдастар, келдік. Әйтеуір. Моментті пайдаланып бізде бұрып кетейік. 1,5 шақырым қалды. Мына келе жатқан совхоз ғой, жолдастар. Совхоз дей ма? Қазақы байша совхоз дей ма? Совхоз болсын болмасын, енді әйтеуір келдік. Ауыл ғой енді. Кішкене ғана бір ауыл. Адам аз енді. Бюнде деген совхоз. Так, жеттік. Совхоз болса да нормальный совхоз. Бәрін Через 200 метров поверните направо. Бәрін бір жақсылап сүртіп қойған. Совхоз деп айтпайсың ғой, мынаны бір курортқа, санаторийге келген адам деп ойлайсың мынаны. Дұрыс келе жатыр ау деймін. Теодор Розенбаум штрассе дегенге келдік. Так, мынау ғой. И бұның бірнеше несі бар да, подъезі бар, сондықтан да тоқтап документ ашып көріп алу керек, қандай фирма екенін. Өйткені бір үйде бірнеше фирма болуы мүмкін.